Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыз жер ана жаса тақырыбында болмақ. Сабақтың мақсаты оқушылардың табиғи ортаға деген сүйіспеншілігін арттырып, оны қорғауға деген жауапкершілігін, туған жерге, қоршаған ортаға және өз отанына деген көзқарасын қалыптастыру. Табиғат тіршілік анасы. Балалар, табиғат адамзаттың жалпы тіршілік атаулының ежелден өмір сүріп келе жатқан ортасы, алтын бесігі. Табиғат тіршілік көзі. Әрбір әсері адам өмірінде үлкен роль атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес еді. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсерлейді. Әр жыл мезгілі әрқилы. 4 жыл мезгілі бізге 4 түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойнын ашса қаңқылдаған оған құстар қонар. Табиғат жайлы өнегелі сөздер, мақалдар мен өлең жырлар да аз емес. Оның керемет әсемдігін жырлаған, суреттеп жазған ақындар баршылық. Табиғат көркемдігін өз өлең шумақтарында жырлаған ақындардың қатарында Абай Құнанбайұлы, Жас көз қыз, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Шілде, Қасым Аманжоловтың Дауыл, Ыбырай Алтынсариннің Өзен сияқты ақындарды атауға болады. Балалар, сонымен қатар экологиялық сағатымызда біз әрбір азамат, әрбір адам, бала экологиялық тәрбиені жақсы білу қажет. Соның ішінде экологиялық тәрбие дегеніміз не? Ол бала санасында табиғатты қорғау, аялау сезімін, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Экологиялық тәрбиенің мақсаты оқушыларда табиғатқа, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды, оны қорғауға даярлықтарын қалыптастыру. Экологиялық тәрбиенің міндеті жас ұрпақ пен барлық тұрғындардың жоғарғы экологиялық мәдениетін бірізді дамыту. Міне балалар, экология туралы, табиғат туралы бірнеше мәліметтер алдық. Сонымен сынып сағатымызды ары қарай жалғастырайық. Жер ананы жасыл етіп сақтайық.